Мен сіздерге мынау отельді бір шағын көрсетіп жіберейін. Маған отельде ұнаған жері осындай әдемі бір локация бар екен. Мен осы жерде видео түсіруге тырысамын. Және де тағы да бір ұнаған жері. Енді біз қазір орналасқаннан кейін қатты күшті болып тұрған жоқ, шашылып жатыр. Осы екінші локация ұнап тұр маған. Осы жерде де видео түсіруге тырысамын. Және мындай кухнясы бар. Бұл жерде маған қатты ұнады. Кухняда да енді шағын бір кухня. Микроволновкасымен сырттан өзің қалағанша тамақ алып келе аласың. Тефалімен біз мына жерге шоколад алып келіп жедік. Мындай кофелер қойып қойған деген секілді. Ал егер ұзақ уақытқа қалып жатсаңыздар, мында тіпті тамақ жасап жеуге болады. Мына жерде неше түрлі қасығы, стакандарына дейін, пышағына дейін, сковородкаға дейін бар. И мындай вытяжкалары да бар, тіпті тамақ жеген кезде бөлмені істемес үшін. Және көп отельдерде кездеспейтін нәрсе ол мынандай үлкен холодильник бар, қараңыздар. Мына холодильник енді үлкен кәдімгідей. Бірақ аша алмай қойдым ғой. Міне пустой болып тұр осыған. Жаңағыдай алып келген заттарды салуға болады. И еще ең тағыдай күшті плюсы, мына точно көп отельдерде кездеспейтін, ол үтік. Міне үтік, оны үтіктейтін мынандай тақтасымен. Еще біз бүгін Дубайдың базарын араладық. Мынандай күшті финики в шоколаде алдық. Өте дәмді екен. Біз көп жеді, бізге дәмінен таттырды. И олардың бәрі қатты ұнады бізге. Қазір мұнда өзім қызыммен бірге айқайлап жүрміз.